Сәлем достар, сендермен мен Әмірхан Гау. Бүгінгі видеода біздер қалай 115-ке сервер ашқанымызды көрсететін боламын. Ана тіркеліп отырыңыздар. Келесі видеода плагин қосуды үйретемін. Сервермен ауза жасамай қояйын, хостингті көрсетейін. Қандай хостингті ашқанымды. Достар, ең бірінші осындай бізге хостинг керек болады. Карманный сервер аты. Бұны 64 биттігін білем мен. Скачать етуге болады. Оның ссылкасы комментарияда болатын болады. Сол кіріп скачать етіңіздер. Кіріп көрсетейін. Басында қалай болады. В общем, мына установить PSP дегенді басасыз. Сосын бірәмесе установить етіледі. Сосын мына жақта 115-ті таңдаймыз. Сосын скачать етіледі. Ядро, бұл версия деген сервері деген. Ядро деп саналады. Скачать еттік қоя, достар. Сосын мына жаққа кіреміз. Мына жақта настройкаларды түзейміз. В общем, мысалы, world, анау, сондай, автоматически рөлі, мынандай. RAM дегенді 256-ға апарып тастайсыздар. Сосын ронокты көрсетпеулеріңіз керек ешкімге. Өйткені бұны біреу көріп қойып істеп алса, в общем, көріп қояды. Сосын ронок бүкілін алып болса, біттіңіздер серверіңізге. Адамдар кіріп кетеді, босып тастайды бүкіл. Сосын файлдың кнопкасын басамыз. Енді мына жақта екі кнопка тұрады. Серверді ашатын, серверді жабатын, бірақ бұны жабу үшін басып тұру керек. Сосын сервердің IP порты қайда десеңіздер, мына жақта өз шығарып тұрады. Соны копировать етесіздер. Ешкімдікі бір-біріне ұқсамайды. 000 деп тұрса, онда сізде IP шықпай тұр. Яғни сіз Wi-Fi жоқ жерде тұрсыз деген. Мобильныймен да сондай, 0 деп тұрады. Wi-Fi бар жерге барып істетіп алу керек. Сосын порттан мына жақтан өзгертесіздер ғой. Мына жақта шығып тұрмайды ол. Мына жақта шығып тұрмайды, вот осы жақта. Сондай, мына жақта спавн дегендері мән бермеңіздер. Спавн әлі істемеген. Либо сіздердің телефондарыңызда істеу мүмкін. Бірақ менікінде істемеді. Көрдіңіздер өздеріңіз. Сосын бір ғана сервер ашу болады. Оның өзі осы. Келесі видеода мына тұрған плагинді қалай қосатын көрсетсем. Мына жақта ошибка дегенде мән бермей қойыңыздар. Оны бірақ келесі видеода. Ал сау болыңыздар.